Жап-жаңа Ford Explorer өте әдемі. Нағыз ер жүрек еркек жігіттердің нетін көліктері. Қараңыздар, мен бірінші ойлап тұрмын да, не үшін бұл аукционда тұр деп. Мүмкін бір жер ұрлған шығар, сырылған шығар деп ойладым. Шын ашып қарасам 22 миль ғана жүрген екен. Ұрылған ештеңке жоқ, сырылған ештеңке жоқ. Барлық салафан да. Былай қараймын. Не болды екен деп. Мүмкін потоп болған шығар деп қоямын ше. Енді басынан көрмейсің ғой, потопты ішінен көресің ғой. Астында да ештеңке жырық-сырықтар жоқ. Сол аламда мынаяқтан бүйтіп ашатын қайда мынайың. Ашып көресің. Ешқандай дымқыл сезбейсің, ештеңе суды сезбейсің мысалға ше. Бар керемет. 3 қатар. Әдемі көлік. Не болды екен деп қоямын. Соны былай көремін. Тексереміз ғой жан-жағын барлығын. Жырылған ба, сырылған ба, ұрылған ба деп. Жоқ. Содан ең соңында бүйтіп ашып қарадым да. Қазір 24-ші жыл ғой. Дұрыс па? 24. Бүйтіп көрсем 23-ші жылы зауыттан шыққан екен. Жыл өтіп кетті. Сондықтан бұны ертерек сату керек. Жаңа болса да өтпей қалған көлік. Соны аукционға шығарып, өйстіп сатып жатыр ағайындар.